Баршаңызға сәлем. Бәрінің сүйікті цезарь салатының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен бізге 300 грамдай тауықтың жөн еті керек. Тауық еті қатты құрғақ болмас үшін мен оны шамамен 1 сағаттай қайнатамын. Крекерлерді дайындау үшін нанның 1/4 бөлігін 4 бұрыштап кесеміз. Табаға нан кесектерін салып, бетіне өсімдік не болмаса зәйтүн майын құйып, қош иіс үшін шым-шым итальяндық шөптер сеуіп, орташа отта араластыра отырып қуырамыз. Егер көбірек крекерлер жасағыңыз келсе, онда пеште противньде пісірген жөн, солай ыңғайлырақ. Цезарь салатына арнайы тұздықпен дәмдеу керек. Ол үшін 3 ас қасық майонез, 3 ас қасық қаймақ, 1 не болмаса жарты түйір сарымсақ, 1 шай қасық лимон суы, 1 шай қасық қыша, 2 ас қасық өсімдік майын құйып жақсылап араластырамыз. Тұздығымыз дайын. Шетке қойып салатымызды жинаймыз. Цезарь үшін кез келген салатты қолдансаңыздар болады. Бірақ ұзақ уақыт бойы шырынды және қытырлақ болып, айсберг пен ромен салаттары жақсы келеді. Мен айсбергті қолданамын. 1 жапырағын алып, қолмен бөлсеңіздер болады. Не болмаса пышақтың көмегімен кессеңіздер болады. Тауықтың етін нан бөлшектері сияқты 4 бұрышты етіп турап, айсбергтің бетіне саламыз. Черри қызанақтарын ортасынан бөліп, ыдысқа саламыз. Салаттың бетіне арнайы тұздықпен дәмдеп араластырамыз. Салаттың бетіне үккіштен өткен пармезан ірімшігін себіп, ірімшіктің бетіне крекерлерді орналастырамыз. Піскен жұмыртқаны бөліктерге бөліп әсемдейміз. Шырынды және дәмді цезарь салаты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сізге менің рецептім ұнаса, лайк қойып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.